Доктор Джо Диспензаның 4 аптада өмірді өзгерту деп аталатын практикасының 2 апталық медитативті терапиясына қош келдіңіз. Бұл медитация 2 аптаның әрбір күнінде 1 медитациямен қоса орындалуы тиіс. Бұл практиканы жасау арқылы біз өзіміздің ескі, өзімізге ұнамайтын нұсқамыздан толығымен арыламыз. Жазбаша жұмыста орындалғандай, сіз өзіңізге ұнамайтын қасиеттерді, құтылғыңыз келетін әдеттерді дәл қазір ойлаңыз. Бұл эмоциялар, әдеттер, өзіңізге ұнамайтын қасиеттеріңіз тәніңіздің әр бұрышында сақталып тұр. Дәл осылар сіздің өміріңізге кері әсерін тигізіп жүрген ұстанымдарды, яғни установкалар мен убеждениелерді қалыптастырып қойған. Басында бір өзіңіз құтылғыңыз келетін жағымсыз эмоцияны таңдаңыз. Мүмкін ол тым ашуланшақтық, көре алмаушылық, үнемі негатив айту, немесе басқа да өзіңіз өшіргіңіз келетін қандай да бір қасиетіңіз болуы мүмкін. Медитацияны күн сайын қайталау барысында өзге эмоцияларды да таңдаңыз. Терең демалыңыз. Мұрныңызбен ауаны тәніңізге қарай алып, ауызбен жай жіберіңіз. Жазбаша жұмыстан алынған өзіңізге ұнамайтын эмоцияны сезініп көріңіз. Қандай әсертесіз? Кез келген эмоцияның тек өзіне тән физиологиялық көріністері болады. Сіз арылғыңыз келетін эмоцияны сезініп көргенде тәніңіз қандай белгі беретініне назар аударыңыз. Дем жетпей ме? Есінейсіз бе? Қол-аяғыңыз дірілдей ме? Бүкіл денеңізді ойша сүзіп, эмоцияның ошағын анықтаңыз. Егер ештеңе сезінбесеңіз, ештеңе етпейді. Бұл қате емес. Тек ойша арылғыңыз келетін эмоция туралы ойлап тұрсаңыз болғаны. Дене әсерлерін жай ғана қадағалаңыз. Олардан қашуға тырыспаңыз. Ештеңеге алаңдамаңыз, эмоцияға шомыңыз. Ештеңе істемеңіз, эмоцияны қумаңыз. Онсыз да өмір бойы дәл осы сізге кері әсер етіп жүрген эмоция тәніңізде қалып қойды. Өйткені сіз одан құтылғыңыз келді. Дәл қазір сол жағымсыз эмоцияға шомып, оның денедегі энергиясын сезініңіз. Сіз осы уақытқа дейін өз ішіңізге үңілмей, сырт дүние үшін, басқалар үшін жақсы адам болуға ұмтылдыңыз. Жаттап алған бұл рөл өзгелер үшін жақсы, бірақ сізге емес. Өткен эмоциялардан арылмайынша жаңа әдемі болашақ жоқ екенін білесіз. Ішіңізде алып күш бар. Сол күшті ішіңіздегі ақ шар түрінде елестетіңіз. Жып-жылы, жып-жұмсақ бір мықты күшке ие шар. Оған өзіңіз жайлы ойша айтып, бойыңызда нені өзгерткіңіз келетінін түсіндіріңіз. Бұл күш сіздің ішіңізде бұрыннан бар және ол бәрін біледі. Ол күш сізді сынамайды, жазғырмайды. Сізге тек көмектеседі. Оған айтыңыз: «Уа, ұлы күш, мен осындай болдым». Қандай болдыңыз? Айта беріңіз, ойша айтыңыз. Бәрін айтыңыз, өзіңізге бойыңызда не ұнамайды. Бәрін ұлы күшке айтыңыз. Келеңсіздіктің бәрін бір Аллаға тапсырыңыз. Ұлы жаратушыдан оңынан шешіп беруін сұраңыз. Алла сізге ес берді.
Ол ес жетсіз әрі шексіз. Басқаша есті разум деп айтуға болады. Ол разумды Алла дәл сіздікі етіп берген соң, ол қашанда сізге көмектесуге дайын. Бірақ сіз тілек етпейінше әрекет етпейді. Ендеше келеңсіздіктің бәрін дәл қазір қанық көкейге тапсырыңыз. Елестетіңіз, ауыр есікті ашып жатырсыз. Тұтқасынан ұстап есікті айқара ашып, эмоцияларыңыз, жағымсыз қасиеттеріңіз, барлық сізге ұнамайтын бойыңыздағы бар қасиеттеріңіз, кемшіліктеріңіз салынған түйіншікті есіктен лақтырып жібердіңіз. Есікті қайта жабыңыз. Енді қайталаңыз. Шексіз ес. Мен саған эмоцияларды атауға болады. Тапсырамын. Осы эмоцияларды, кемшіліктерімді менен әкетіп, оны даналыққа айналдыршы. Мені өткеннің бұғауынан босатшы. Енді сезініңіз, сіздің бойыңыздан жағымсыз эмоция, келеңсіздік, кемшілік, сізге ұнамайтын, сіздің дамуыңызға кедергі барлық қасиеттер түйіншекпен бірге сіздің бойыңыздан кетіп қалды. Бойыңыз сондай жеңіл, терең бір демалып қойыңыз. Ғажап сезім. Енді сіздің бойыңызда бұрынғы қорқынышты эмоциялар, келеңсіздіктер, сізді өсірмей тұрған, жетілдірмей тұрған барлық қасиеттер жоғалды. Медитативті терапия осымен тәмам. 5-ке дейін санаймын. Көзіңізді ашып, кебең тіршілікке ілесе беріңіз. 1, 2, 3, 4, 5. Бес, 4, 3, 2, 1.